далалықтардың садағы қанша метрге артты деген мәселе бар. Осы 2005 пекен 2006 жылдары біздің қазақ оқулықтарына, мектептегі қазақ тарихы оқулықтарына 6 сыныптарға бір информация кетті. Сақтардың садағы 1000 метрге дейін атты деп. Ой-бой, мынандай скептиктер, сенбейтіндер ду ете қалды ғой. Қалайша олай? Пулемет Калашниковтың тікелей атқан оғы 900 метр. Мынау садақ қалай ол 1000 метрге атады дейді. Сөйтсе 80-ші жылдары, 84-ші жылдары бір түріктің ғалымы сол садақты 1200 метрге дейін атып дәлелдеген 1000 метрге баратын. Көп садақшылар тартқан кезде иегіне дейін тартты. Біреулер құлағына дейін тартады. Түріктер мына иығына дейін тартады. Сөйтіп 45 градуспен жіберсең, осындай 90 килограммдық тартылу күші бар садақ қанша метрге шаптырып дейсің. Аспаннан жаңбырша жауып тұрған оқтан жау жасағы өтіп кетсе, көшпенділер көкке шаншыла самсап тұрған қарағайдай көп найзасын алға түсіріп, қарсы шабады. Содан кейін мына орташа қашықтықта мына түйреу қаруы найза мен сүңгі. Яғни түйреу қаруының екі түрі бар.